Ассалаумалейкум достар. Кезекті апта сайынғы автолайк каналының шығарылымы достар. Бүгін біз Шымкент қаласындағы газель көліктеріне шолу түсіруге келдік достар. Бүгін базарда газельдің саны адамнан көп деп айтсақ жаңылмайтын шығармыз. Бұрын 1-1,5 қатар тұрса, бүгін 3 қатар тұр достар. Достар, біздің автолайк каналына тіркеліп видео соңында ұнап жатса лайк басып пікір қалдырып кетулеріңізді сұранамыз. Және де достар, мына келе жатқан жігіт Базар Лайк деген канал. Достар, Шымкент қаласынан автокөліктің бағаларын түсіріп жатыр. Астына сілтемесін қалдырып кетеміз достар. Каналға өтіп, тіркеліп, видеоларын қанап, подписка жасап кетулеріңізді сұранамыз. Mercedes Sprinter тұр, сатылымда 4 мотормен 6-ступка трансмиссия орнатылған көлікке. Көліктің жалпы пассажирский местасы 21 достар. Қарап көремдеушілеріңіз болса, болмаса іздеп жүргендеріңіз болса, сіздерге ыңғайлы болсын. Балондары да жақсы жағдайда көліктің. Қазір ішін түсіріп өтетін боламыз. Техникалық жағдайы жақсы дейді, көліктің ешқандай ақауы жоқ. Егер іздеп жүргендеріңіз болса, хабарласып көрсеңіздер болады. Бағасы қанша бұрын? 9 миллион сұрап тұрған бағасы. Телефон нөмір 8775 625 28-28. Хабарласып көріңіздер жігіттер, жаңа ішін түсіргенде Instagram каналы бар екен. Хабарласып, сояққа тіркеліп кетсеңіздер болады. Volkswagen Grafter тұр, сатылымда 3Z газ бензин көлік. Негізі заводский грузоподъемность 2 тонна. Бірақ бұның газельден артықшылығы рамалары сәл қалыңдау болады, усиление келеді. Сосын қарап жатсаңыздар, осы көлік ыңғайлы деп сіздерге айта аламын. Қазір моторын түсіріп кететін боламыз. Триузет автомат екен жігіттер. 8,5 миллион теңге сұрап тұрған бағасы. Телефон нөмірінде айтып жібересің бе oradan? 8775 625 28-28 осы телефон нөмірге хабарлассаңыздар болады. Машина бойынша. Қазақстандық учетта газель тұр. Бұл парик бүгінгі базардың алды болып тұр. Бұл газель қазір 2007 жылғы 406 карбюратор плита моторы 420 дейді. 5 миллион 200. Жақсы жағдайда газель. Газ бензин. Сыртында ешқандай ақауы жоқ. Қазір бортында түсіріп кетейікші сіздерге. Осы газель өзіме қатты ұнап тұр. Қараңыздаршы. Салонын түсіріп тоже көрсетіп кетемін сіздерге. Карбюраторында краскасы зор шықты, жалтырап тұр ғой. Газель жақсы жағдайда жігіттер. Хабарласып көрсеңіздер болады, бағасы жөнінде саудасы бар.
Қазақстандық учетта газель Опарик 2006 5 миллион 200 дейді сұрап тұрған бағасы. 405 плита инжектор. Газ жоқ па, братан? Газ жоқ па? Газсыз машина. Жақсы жағдайда. Сыртынан ақ көрініп тұр. Ішінде жақсылап жасаған екен. Дополнительный инструментке асты. Бортында түсіріп өтеміз. Toyota Hiace тұр. Hiace 2005 2.7 дейді, газ бензин. 4 миллион 500 сұрап тұрған бағасы көліктің. Өткенде біздің каналдың подписчиктері сұрап жатыр еді, пассажирский газель болса деп. 2008 жылғы көлік 2.6 дейді. Қандай мотор екенін білмедім, 2.6. Так, 2 миллион 300 дейді сұрап тұрған бағасы көліктің. Қазақстандық тіркеуде Опарик газель. Mercedes Sprinter Dory стайлғы 96 жылғы 2.9 дейді, 4 миллион 200 сұрап тұрған бағасы көліктің. Қазақстандық учетта Опарик газель 420. Так, 2005 карбюратор газ бензин дейді. Бағасы 4 миллион 400. Сұрап тұрған бағасы 420. Тағы да пассажирский газель. Бүгін Шымкентте что-то базар тола. Көптігін айта алмаймын базардың. 2014 4 миллион 500 дейді сұрап тұрған бағасы. Бұл ешін қымбат екенін түсінбедік. Әжептәуір рыночный ценадан қымбат көліктің бағасы. Эвакуатор сұрап атқан жігіттерге міне эвакуатор тұр. 2008 жылғы көлік 4,5 миллион теңге сұрап тұрған бағасы. Платформасы әдемі негізі. Ешқандай майысқан жерлер жоқ. Қазақстан учетта Опарик газель тұр. Заводской бортпен. 2006 сот дейді мотор. 2,5 миллион теңге сұрап тұрған бағасы. Алып жасап алам деушілер болса, хабарласып көрсеңіздер болады. Қазақстандық учетта газель 2011 жылғы. Сотки инжектор 2.9 дейді, 6 миллион 200 сұрап тұрған бағасы. Газ бензин. Хабарласып көріңіздер. Қазақстандық учетта Опарик газель тұр. Көлік 2007 405 плита инжектор, газ бензин 4-ші поколение дейді. Сигнализация, бесшумка, срочно дейді. 5 миллион теңге сұрап тұрған бағасы көліктің. Сыртқы жағдайы жақсы, ешқандай коррозия болмаса сырылған жерлер жоқ көлікте. Газ бензин. Баллондары да жақсы жағдайда. Қарап көрем деушілер болса, телефон нөміріне хабарласып көрсеңіздер болады. Қазақстандық учетта газель Опарик 530 ұзындығы. 405 плита инжектор. 2007 2.5 дейді, 5 миллион 300 мың теңге сұрап тұрған бағасы көліктің. Газ бензин. 4-ші поколение. Бұл газелінде сыртқы жағдайы жақсы. Бүгін
толық айланып түсіруге мүмкіншілік жоқ базарда. Даже жүріп тұруға орын жоқ. Көріп тұрсаңыздар қазір. Газель бұрын 1,5-2 қатар болып тұратын, қазір 3,5 қатар болып толып тұр. Қазақстандық учетта газель тұр, Лупарик. Көлік 2007 дейді, газ бензин 4 миллион 200 сұрап тұрған бағасы, мен жаңылмасам. Сен кім ауырадың? Бағасы қанша? 4 миллион дейді бағасы. 405 инжектор мотор дейді. Газ бар жоқ? Газ бензин 4-ші поколение. Газдың дәулігін қараңыздаршы. Бір толтырсаң Ақтөбеге барып, бірақ тоқтайтын газдарға. Хабарласып көріңіздер, ұнап жатса. Тағы да Қазақстандық учетта газель, Лупарик. Көлік 2006, сұрап тұрған бағасы 3 миллион 300 дейді. Не мотор бұда? Не мотор? Карбюратор ғой, 406 плита карбюратор. Жетеді. Машина жақсы жағдайда. Усиление рамы, ол не қапталған мұны. Саудасы бар дейді жігіттер. Қатып қалған баға емес. Сол үшін хабарласып көрсеңіздер болады. Алты алын жаңадан салынған дейді. Хабарласып. Заводской 420. Хабарласып көріңіздер телефон нөміріне. Заводской газель тұр арада. Бортовой 2005 жылға. Бағасы 4,3 дедіңіз ғой? 4 миллион 300 сұрап тұрған бағасы. Баллонның протекторлері ғой. Не көрсеткіміз келген түсінген шығарсыздар, баллон жаңа. Жігіттер, бүгін газель көретін күн болып тұр Шымкентте. Ауа райы да тамаша қазір, плюс ауа температура. Оның үстінде газель көп бүгін, 3 қатар, 3,5 қатар газель тұр. Қарап көрсеңіздер болады кеп. Газель бортовой, арада ағаш бортпен тұр, шаруаға ыңғайлы, үсті ашық. Жылы 2004 2 миллион 700 мың сұрап тұрған бағасы. Қазақстандық учетта 320 газ бензин. Істеп жүргендер болса хабарласып көрсеңіздер болады. 420 нарада Лупарик газель тұр. Ағаш бортпен бүгін кеңінен тоқталып кете алмай жатыр жігіттер. 99 жылғы 2 миллион 800 дейді, келісім бар дейді жігіттер. Переделка 99 бұсылы квадрат фар болу керек. Крыло, капот, бампер ауысады, сонымен фар салынады. Сонымен Лупарик газель болады, ол газ бензин 420, егер жылын жаңылыс жазбаса. Үште 20 Лупарик фар тұр арада. Газель 2006 дейді. 3,5 миллион теңге сұрап тұрған бағасы. Қазақстандық учетта квадрат фар тұр. Заводской бортпен 320. Сотка карбюратор. 2002 жылғы көлік. Бағасы қанша сұрап отырсыңдар? 2,3. 2 миллион 300 мың теңге сұрап тұр. Қарап көрем деушілер болса. Қазақстандық учетта Лупарик газель тұр. Заводской бортпен 2003 сотка 2 миллион 300 мың теңге сұрап тұрған бағасы. Өткенде біздің соңғы шығарылған шығарылымызда
көп адамдар айтып жатыр да. 5 тонна грузбен 405 плита инжектормен 130 ұстап отырам дейді трассада. Сол жігіттер көріп отырсаңдар сәл ят болады негізі. Мына көлік бойынша телефон нөмірін қалдырып кетеміз қазір. Хабарласып көрсеңіздер болады. Аса қымбат емес негізі. 130 бен дейді. 5 тонна груз тартып трассада беймарал жүріп беремін дейді. Россиялық учетта 320 термобудка тұр. Қызығушылық болса 2004 жылғы көлік. Бағасы 1 миллион 600 мың теңге дейді. 406 плита карбюратор. Сыртқы жағдай жақсы жағдайда газелдің. Баллонды өте тамаша жағдайда. Қарап көрем деушілер болса. Болды. Газель Қазақстандық учетта Лупарик 320. Көлік 2007 жылғы. Бағасы 3 миллион 300 дейді. Сұрап тұрған бағасы 406 карбюратор. Үшінші поколение газ 75-тік. Қайнар аккумулятормен. Телефон нөмірін қалдырып кетеміз, егер ұнап жатса, хабарласып көрсеңіздер болады. Тағы да Лупарик газель 420 ағаш борт. Көлік 2004, 406 плита карбюратор, 3 миллион 300 мың дейді. Қарап көрем деушілер болса. Боковой погрузка бар екен, жылқы артуға ыңғайлап істеген. Ұнап жатса хабарласып көрсеңіздер болады. Жігіттер бүгін базарда көліктің көп болуына байланысты газельге полный тоқталып бордын көрсете алмай жатырмыз. Неге десеңіздер көлік көп, қазір соның бәріне бір-бір сыпыра тоқталу керек. Сол үшін жылдам өтіп кетіп жатырық достар. Сол үшін айып етпеңіздер. Біздің каналға тіркеліп колокольчикті басып қойсаңыздар, одан кейін де тағы бір шағылым шығатын болады, соны қарап бағалап кетсеңіздер. 420 Қазақстандық учетта Лупарик газель тұр қазір. Түсіріп кетейік, 405 плита инжектор екен, 2005, 3,5 миллион теңге дейді сұрап тұрған бағасы. Газ көрінбейді жатаққа, газ жоқ машинада. Хабарласып көрсеңіздер болады машина бойынша. Тағы да Лупарик газель 420 ағаш борт. Көлік 2005, 2D4 дейді, 3 миллион 750 мың теңге сұрап тұрған бағасы. Телефон нөмірін қалдырып кетеміз, сіздеп жүргендер болса. Орташа жағдайда газель. Хабарласып көрсеңіздер болады.